Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Бүгінгі сабағымызды бастайық. Түркістан облысының адами әлеуметтік дамыту басқармасының Арыс қаласының адами әлеуметтік дамыту бөлімінің Ағдыла ауылдық округінің Саттар Ерубаев атындағы жалпы орта білім беретін мектебі. Информатика пән мұғалімі Оразбаев Ғабит Әшірбайұлы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы жоба жасау және қорғау. 5-ші сынып информатика. Жалпы бүгінгі сабағымыздың тақырыбы жоба жасау және қорғау. Енді бүгінгі сабағымызға кішкене тоқтала кететін болсақ, оқушылар, оқу мақсатымыз, алдымызға мақсат қойып барып, біз сабағымызды жүзеге асыра аламыз. Оқу мақсатымыз құжатты баспаға дайындау, парақ параметрлерін өзгерту, бет параметрлерін қою, алдын ала көру және тағы басқа. Бет параметрлерін қойып, біз оқу мақсатына жете алады екенбіз. Оқу мақсатына жету үшін мен осы түрде 4 тапсырманы белгілейтін болдым. Жоба дегеніміз не? Меңгерілетін білім, жобалық жұмыстарды жасау, жобаны баспаға шығару, осы сияқты жаңағыдай 4 тапсырмалар негізінде менің сабағым құрылады. Ендеше оқушылар, біз сабақтың мақсатымен, тақырыбымен танысқан болсақ, ары қарап біз бірінші өз үй тапсырмасын сұраймыз. Біз неді сендерге қазір бердім, бинго билетіндегі сұрақтарға жауап бердіңіздер. Недегі әр топ өз бинго билетін таратылады, интербелсенді тақтаға бинго ойын ойнатылады. Әрбір лотереяда сұрақтар топ бірлесіп жауап береді. Ұялы телефондарыңызға бөгде адам ашып қолданбас үшін не істеуге болады дейді. Пароль дегеніміз қазақша және ағылшынша аудармасы қалай? Құпия сөз пароль. Құпия сөзі тағы қай жерлерде қолдануға болады? Компьютерлік деректерді қалай және неден қорғаймыз? Оқушылар, осы сұрақтарға белсенді атсалысып жауап берген болсақ, келесі біздің тапсырмаға және құжаттың бетін орналасу, разметка, страница, бағдарлама, ориентация, кітап түрінде, альбом түрінде, книжный альбом командасын таңдаймыз. Енді біз құжатты альбом түрінде де және де книжный түрінде де қолдана алады екенбіз. Біз осы құжаттар бет параметрлерін қою командасы, бет орналасуы, разметка страницы, жиек поляларын белгілеп, қай жерде қанша разметка бар, страница бар, осы жайлы жаңағыдай Microsoft Word бағдарламасында біздің жобамызды әсерлей түседі екенбіз. Бетке шекара қою, беттің орналасуы, разметка страница, беттің шекарасын, граница страницасын белгілеп, біз рамка қойып, жердегі тенін, объемның кішірейтіп, үлкейтіп қойымызға болады екен. Ендеше бетке нөмір қойылады екенбіз. Ол үшін біз не істейміз? Ең бірінші вставкаға кіріп, кірістіру батырмасын басып, беттің нөмір страница батырмасын баса алады екенбіз. Сол арқылы біз жобамыздың қаншалықты деңгейде орындағанымыз, бірінші жоба, екінші жоба, үшінші жоба, төртінші жоба деп беттің нөмірлері арқылы беріп біле алады екенбіз. Ендеше біз неді? Құжатты баспаға жібермес бұрын алдын ала қарау керек. Оны мына команданы орындаймыз. Файл алдын ала көру, предварительный просмотр, құжатты баспаға жіберу, файл баспаға шығару, печат командасымен орындалады. Енді біз осы командаларды орындау арқылы біз баспаға шығара алады екенбіз. Ары қарап айтылатын болсақ, бүгін бізге мысалы Scratch бағдарламасынан бір жоба жасадық. Енді біз оны қалай шығара алмаймыз. Енді ол мүмкіншілік жоқ, бұл бағдарламаның кез келген жерден шығарып алу. Сол үшін біз Scratch программасына баспаға шығаратын арнайы команда болмағандықтан, оны пернетақтадағы print screen пернесі арқылы жүзеге асыруға болады. Print screen экран бетіндегі суретке түсіріп, компьютер жанындағы алмасу буферіне көшіреді. Alt print screen белсенді болып тұрған терезені ғана суретке түсіреді. Print screen пернесінің көмегімен суретті Microsoft Word программасына
қойып баспаға жіберуге болады екен. Жалпы оқушылар, бүгінгі сабағымызда жобалау, жобаны құру, оны қорғау, баспаға жіберу болатын тақырыбымыз. Ең алды мақсатымыз бізге осы баспаға жіберу болғандықтан құжаттың жобаны print screen арқылы біз Word программасына қондырамыз. Қазір мен сіздерге осы бағдарламаны шын мәнісінде компьютерде қалай жұмыс істелетінін көрсетіп берейін сіздерге. Мына жерде пуск батырмасы бар. Пуск батырмасын басқаннан кейін Microsoft Word бағдарламасы ашылады. Microsoft Word бағдарламасы ашылғаннан кейін осы жерде бізде новый документ деген тұрады. Новый документті басып, біз арғарап нерге осы керекті құжаттарымызды, жобамызды қойып шығара алады екенбіз. Осы Microsoft Word бағдарламасына жобамызды қойып арғарап шығармас бұрын біз ең алдымен жобамызға оралу кетуіміз керек. Мұны біздің осы жерде Наталья Королева атты осы жерде жоба құрастырып шығарған болатынмын. Енді осы жобаны Ветер с моря дул, нагонял беду, и сказал ты мне, больше не приду, больше не приду. Ең алдымен еді print screen батырмасын басып, клавиатурада, перне тақтада print screen батырмасын басып, мен қайтып жәндегі Word бағдарламама не істеймін? Word бағдарламама оралам. Word бағдарламасына басқаннан кейін мөлшерлерде маған Word бағдарламасы ашылады. Word бағдарламасы ашылғаннан кейін жәндегі тінтөрдің оң жақ пернесін басып, осы мен Наталья Королеваның жәндегі жобамды осы парақтың бетіне баспаға жіберуге дайындап қою үшін жасаймын. Енді мен осы баспаға жібермес бұрын осы Наталья Королеваның мен бірінші вставкаға, дизайнға кіріп, макетке кіріп, ссылка, рассылка, вид барлығына кіріп, мен әсерлерін туралаймын. Вставкаға кіріп, дизайнға кіріп, мына граница және айттық қой сіздерге рамка қоюға болады бұл жерге. Рамканың жанына неше түрлі суреттерді, бейнелерді қоюларың болады. Осы жерде қандай, мысалы, нерге ат жазуыма болады. Одан кейін нерге екінші, мысалы, бет параметрлері қойылды. Мысалы, нерге бірінші жобам болса, мен екінші жобамды осы жерге әкеп орналастырма болады екен. Қайтып мен Scratch бағдарламасына барып, арғарап мен осы бағдарламаны арғарап жүзеге асыруым керек. Ол үшін мен не істеймін? Тағы да осы файл загрузить с компьютера деп басқа мен құжатымды проект деп белгілеп алдым. Сол құжатымды мен осы жерге қоямын. Одан кейін барып мен print screen арқылы бұны да көшіріп ала аламын. Ол үшін қайтада мен осы жерге кіремін. Содан кейін тінтөрдің оң жақ бет батырмасын басамын. Содан кейін барып мен осы бірінші және екінші жобаларымды баспаға дайындаймын. Ол үшін мен ең алдымен файл батырмасына барамын. Файл батырмасына барғаннан кейін печать батырмасын басып, одан кейін керекті принтерімді таңдаймын. Принтер деп атқанымыз жәндегі қағазды басып шығару құрылғысы. Қағазға басып шығармас бұрын принтерді белгілеп алуымыз керек. Принтер белгілеп алғаннан кейін біз осы жерге ең алдымен барлық құжаттарды шығаруым керек па, кез келген жоқ, керекті файлдарды шығаруым керек па, соны белгілеп аламын. Маған екі құжатта керек. Содан кейін напечатать всю страницу деген батырманы басып, содан кейін бар печатқа жіберемін. Печатты батырмасын басқаннан кейін мен осы баспаға осы құжаттарым шығады. Жалпы оқушылар бүгінгі сабағым пысықтай келе, сабақтарым түсінікті болса, пысықтай келе арғарап, мысалы мен қайтып Word бағдарламасына барып, арғап түсіндірме жұмыстарын жалғастырамын. Келесі, мысалы, сендерге оқушылар сабағымызды пысықтау үшін сәйкестендіру тестін бердім. Оқушылар
Сәйкестендіру тестін бердім о жерде. Оқушылар осы сәйкестендіру тестін сәйкестендіріп маған жолдаңыздар. Wordта болмаса WhatsApp мессенджерлерде маған жолдасаңыздар болады. Енді жоба құрудың мақсаты құжатта баспаға дайындау, парақ параметрлерін өзгерту, бет параметрлерін қою, алдын ала көру. Тағы басқа солай сияқты жобаларымыз көп. Сол сияқты жобаларымызды бізге маған көрсетіңіздер. Мақсатына, жобаның тапсырмасына орала кетсек, берілген тақырып бойынша мәлімет қарастырыңдар және газет бетін жасап алыңдар. Газеттің тақырыбы және шыққан күні және нөмірі, мекен жайы, редактордың аты, жөні болуы тиіс. Мәтін атаулары, суреттер, дәйек көздер, цитаты болуы қажет. Мақалалардың бағандарға бөліп жазу керек. Газет бетінде нөмірі болуы тиіс. Енді оқушылар осы 5 тапсырманы орындай келе, бұл жерде парақ параметрлер альбомдық бет болу керек, мәтін қарпы Times New Roman болу керек, газет тақырыбы Word арт нысанымен жазылуы керек. Енді осы жерде оқушылармен жалпы оқушылар бүгінгі сабақ түсінген болсақ, оқушылармен кері байланыс жүргізейік. Microsoft Word редакторын процессорында іске қосу жолын ата. Бет бағдарламаның қанша түрі бар оқушылар? Беттің параметрін қою командасы қалай орындалады? Беттің шекарасын қалай қоямыз? Бетті қалай нөмірлеуге болады? Дайын құжатты баспаға шығармас бұрын алдын ала қалай кіруге болады? Жалпы оқушылар бүгінгі сабағымыз түсінікті болса, сіздерге бүгінгі үй тапсырмасы құжатты баспаға дайындау жобалық жұмысы. Жалпы оқушылар бүгінгі сабақтарға қатысқандарыңызға рахмет, назарларыңызға рахмет. Жақсы күндерде жолыққанша.